Hi everyone, welcome to my channel. My name is Үміт. Сәлеметсіздер ме? Сабағымызға қош келдіңіз. Бүгінгі сабағымызда үйренетін мазмұнымыз болса, ол noun, яғни зат есім. Қазақ тілінде зат есім дегеніміз не дегенде, зат есім заттың, құбылыстың атын білдіретін, кім не деген сұраққа жауап беретін сөйлемнің, сөз табы зат есім деп аталады. Сөз табы зат есім деп аталады. Онда болса noun дегенімізді ағылшын тілінде дәл солай. Заттың, атын, құбылыстың да атын білдіретін барлық сөздерді біз зат есімге тобына жатқызамыз. Сонымен бірге зат есімді Қытай тілінде 名词 деп айтады. 名词. Онда бүгінгі зат есіміміз, бірінші зат есіміміз ол school деп атайды. School. Сіздерге ескерте кетейін, егер әрбір ағылшын тілінде әрбір жаңа сөзді үйренген кезінде қасында мынандай бір белгі тұрады. Мына белгі дегеніміз ол мына noun деген сөздің қысқартылған нұсқасы, яғни ән әрпін noun деп қысқартқанда осылай белгілейді. Әрбір жаңа сөздің соңында кейде басқа әріптер тұрады. Ол мүмкін етістік болуы мүмкін, мүмкін сын есім болуы мүмкін, бірақ әрбір жаңа сөздердің соңына осындай анықтама беріледі. Яғни school дегеніміз бұл noun, яғни бұл зат есімге жатады. Сондықтан noun соңында мына белгісі тұрады. Енді бұл schoolға қарайтын болсақ, бас әрпі үлкен әріппен жазылғанда былай жазылады, бас әрпі кіші әріппен жазылғанда былай жазылады. Ол міне әрбір мектептің алдында school деп тұрады. Екінші зат есіміміз болса, ол house. House дегеніміз бәріміз білеміз, үй деген сөз. Онда болса үй, міне суретте көргендей, оның да қасында осы noun зат есімді білдіретін осы белгі тұр. Онда осыны көреміз, бұл сөз неге жатады? Зат есімге жатады. Онда бүгінгі үйренген екі сөзімізде, жаңа сөзімізде зат есімге жатады екен ғой деп айтамыз. Тағы да қайталайын, мынау бас әріпі үлкен әріппен жазылғаны, мынау кіші әріппен жазылғаны. Онда қайталаймыз. School, school, house, house, house. Енді бұл зат есімді төмендегі сөйлеммен байланыстырып үйренеміз. Алдыңғы сабағымызда біз игерген мына мазмұн еді. I go to school, мен мектепке барам. You go to school, сен мектепке барасың. You go to school, сендер мектепке барасыңдар. We go to school, біз мектепке барамыз. They go to school, олар мектепке барады. Енді сол айтқандай, осы сөйлем жалғасы былай аударатын болсақ. I go home. Мен үйге барам. You go home. Сен үйге барасың. You go home. Сендер үйге барасыңдар. We go home. Біз үйге барамыз. They go home. Олар үйге барады. Енді алдыңғы мына мазмұнмен қараған кезде біз мынадағы go-дың соңындағы to әріпі қайткен түсіп қалған. Мұнда бір to әріпі түсіп қалған. Себебі ағылшын тілінде homeның алдына to келмейді. Homeның алдына to келмейді. Егер сіз I go to home десеңіз, ол қате болады. Сондықтан осы жайында өте ескеріңіздер. I go home деп айтамыз. Homeның алдына to келмейді деп жаттап алсаңыз болды. Homeның ағылшын тілінде homeның алдына to келмейді. Енді бұл емтихандарда да шығады. Осындай I go артына home деп жазып қояды да, астында ABC-да to деп тұрады, немесе off деп тұрады. Соны талдайсыз. Сол кезде байқамай to талдап алсаңыз, онда қателесесіз. Сондықтан I go home. Енді home'нан басқа сөздер, бағана school, болмаса Almaty деген сияқты сөздер жазатын болсақ, онда to келеді. Тек қана home'ның алдына to келмейді. I go home. You go home. We go home. They go home. Мен үйге барамын. I go home. Сен үйге барасың. You go home. Біз үйге барамыз. We go home. Олар үйге барады. They go home. Өстіп жаттап алыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың жалпы түйіні зат есім. Онда зат есімнің белгісі қалай, noun деген зат есімнің кішкентай белгісінің қалай болатындығын үйрендік. Енді келесі сабақтарымызда ары қарай көптеген зат есімдерді жалғаса үйренетін боламыз. Онда бүгінгі мазмұнымыз осы араға дейін. Келесі санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.